мынандай ойын өткіземін. Сіздер мені мұқият тыңдаңыздар, қараңыздар. Мен қосыма әрбір затты аламын. Оның үш тілдегі атауын қолдарыңызды көтеріп айтасыздар. Кім біледі? Қазақша, орысша, ағылшынша айта ғой. Тұра ғой. Дұрыс па балалар? 1998 жылдың 20 қаңтарында еліміз президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен 22 қыркүйек Қазақстан халқы тілдерінің күні болып жарияланды. Жыл сайын бұл мерекені Қазақстанда тұратын ұлт өкілдері мен ұлыстар тойлап келеді. Атап айтқанда, Қазақстанда 100-ден асатын ұлттардың біразында өз тілдерін оқытатын мектептері бар. Және оларды мәдени-рухани қолдау бағытында Қазақстан халқы ассамблеясы да жұмыс жасап істеп тұр. Алайда бір күннің ішінде әрине Қазақстан Республикасының аумағында тұрып жатқан оңдаған халықтардың бұл бағыттағы жетістіктерін көрсету мүмкін емес. Сондықтан барлық облыстарда тілдер апталықтары, онкүндіктер, айлықтары, фестивальдары өтеді. Қаламыздағы тарихи өлкетану мұражайында да аталмыш мереке қарсаңында көрме ұйымдастырылыпты. Бүгін бізде Тілдік академия атты осындай шара ұйымдастырып отыр музей. Себебі осы қыркүйек айының 3-ші жексенбісі күні Қазақстанда Қазақстан халықтарының тілдер мерекесі аталып өтеді. Осы мереке қарсаңында бұл мерекенің аталғанына 20 жыл толады. Осы мереке қарсаңында осындай Тілдік академия атты шараны ұйымдастырып отырмыз. Басты мақсаты қазақ тілін дамыту, дәріптеу. Сонымен қоса біз көп ұлтты Қазақстан халқымыз ғой. Сондықтан да өз тілімен құрметтеумен қоса өзге тілді де құрметтеу. Қазақтың жалпы ата заңында жазылғандай қазақ тілі мемлекеттік тіл, орыс тілі ұлтаралық қарым-қатынас тілі. Сонымен қоса бүгінгі күнде біз осы Тілдік академияда жалпы тілдің шығу тарихынан бастадық. Жазба тілден басталып, ертедегі көне пиктографиялық жазудан, руникалық жазулардан бастап, бүгінгі күнге дейінгі латын қарпін ұйымдастыру. Тіл академиясы тақырыбындағы көрме өз жұмысын осы айдың 10-ында бастады. Ал ол жерде оқушылар еліміздің тарихымен, көне құжаттармен таныса алады. Балаларға викториналық сұрақтар қойылады, ойындар ойнатылады. Қарап отырсаңыздар, ертедегі пиктографиялық жазу негізінде осы біздің музей қорынан алынған 925-ші сынамадағы, күміс сынамасындағы пруф петроглифтер, тамғалы петроглифтері монетасы бар. Сонымен қоса ана жерде енді суретті түрде көрінетін болса да, руникалық жазу ретінде ол алтын адам есік қорғаннан табылған жазу, оның талдауы барлығы көрсетіледі. Сонымен қоса тамғалы шатқалындағы ерте суреттерді тамашалаймыз. Суретпен қоса әрине ең бастысы бұл монета, сол кездегі арнайы соған шығарылған кезеңі. Сонымен қоса бір жерде айта кететін бүгінге дейін бізге дейін сақталған латын қарпінде жазылған бізде өзіміздің музей құжаттары бар. Соларды келтірдік мысал ретінде. Жалпы бұл шара балаларға тілді дамытумен қоса ертедегі кезде мысалы араб тілі каллиграфиясы, араб тілімен жалпы әртүрлі осы жерде соған қатысты жәдігерлеріміз бірге қойылған. Сондай-ақ экскурсия барысында балалар көне заманнан қалған папирусты және ортасы алтыннан, шет жақтары таза күмістен құйылған тиындарды өз қолымен ұстап көре алады. Көрме қыркүйек айының соңына дейін жалғасын табады.